Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, лайк басып қояйық. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын айтып кетемін. Сендер дәптерлеріңе видеоны тоқтатып тұрып жазып алуларыңа болады. Өз көзқарасымды білдіремін. Синтаксис әлеміне саяхат. Синтаксис әлеміне саяхат. Біз бүгін синтаксис әлеміне саяхатқа шығамыз. Синтаксис деген не? Ертеде біз білмейтін бір үлкен елдер, сөздер өмір сүріпті. Сөздердің бір тобы бір-бірімен тіркесе байланысып жеке атау тігіпті. Ол отау синтаксис елі деп аталыпты. Бұл сөздер бір-бірінен бөлек тұрса да, бір-біріне бағынып, бір-бірі толықтырып, пысықтап тұрыпты. Ең бірінші тұрған сөз бәріне бас болыпты. Ал ең соңғы сөз өзінен кейін ешкімді жібермей ойды тиянақтап тұрыпты. Сонда синтаксис біз білетін сөйлем және оның түрлерін зерттеумен шұғылданама. Дұрыс айтасың, Мерей. Синтаксис сөйлем түрлерін, олардың жасалу жолдарын мен сонымен бірге сөз тіркесі мен сөйлем мүшелерін және оларды мағыналары мен жасалу жолдарын қарастырады. Синтаксистің жетік білудің маңызы айрықша. Оның мейлінше айтылмақ ойды дұрыс құрастыру, екінші біреуге дәл жеткізу, сөзді мәнерлеп, майын тамызып сөйлеу, оның әсерлі етіп айтып беру мүмкін емес. 37-ші тапсырма. Оқып не туралы екенін анықта. Синтаксис гректің құрау, біріктіру, рет деген мағынаны білдіретін сөз. Қазіргі кезде синтаксис тіліміздегі сөз тіркесі мен сөйлемнің құрылымын, басқа да ерекшеліктерін қарастыратын грамматика саласының бірі. Мәтінді көшіріп жаз. Синтаксис сызбаға қарап қандай да қорытынды жасауға болады. Синтаксис сөз тірегі және сөйлем болып екіге бөлінеді. Сөйлемнің өзі айтылу мақсатына қарай түрлері және құрамы, оның құрылымы болып үшке бөлінеді. Айтылу мақсатына қарай түрлері хабарлы, сұраулы, лепті болып үшке бөлінеді. Құрамы, сөйлем мүшелері және оқшау сөздер болып екіге бөлінеді. Және сөйлемнің құрылымы жай және құрмалас сөйлем болып екіге бөлінеді. Жай және құрмалас сөйлем, жай сөйлем жалаң жайылма болып екіге бөлінеді екен. Және сөйлемнің мүшелері тұрлаулы мүшелер, бастауыш, баяндауыш, түрлеусіз мүшелер болып екіге бөлінеді. Сызбадағы синтаксистік қай тақырыпты саған таныс тақырыптар таныс емес. Өз ойыңды ортаға сал. Бұл жердегі бізге таныс сөздер жалаң сөйлем, жайылма сөйлем және де тұрлаулы мүшелер, бастауыш, баяндауыш. Бұларды біз алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. 30-шы тапсырма. Жай сөйлемді сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бөлінетін түрлермен сәйкестендір. Хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем. Ақ батамды бердім. Бұл жерде лепті сөйлем. Сауысқан шықылтайды. Бұл хабарлы сөйлем. Баланы уатама, сұраулы сөйлем. Ірімшік сүттен жасалады, хабарлы сөйлем. Күннің суығынай, лепті сөйлем. Жұлдыз жымыңдайды, хабарлы сөйлем. Берілген сөйлемдерді жалаң және жайылмаға ажырат. Жалаң сөйлемдерді жайылма сөйлемдерге айналдырып жаз. Құраған сөйлемдеріңді сөйлем мүшелеріне талда. 40-шы тапсырма. Сызбаны толықтыр. Хабарлы сөйлем толық мағыналы сөз болады. Белгілі бір сұраққа жауап береді. Басқа сөздермен байланысқа түсіп тіркес құрайды. Бірнеше сөйлем құрап жаз. Оларды сөйлем мүшелеріне талда. Ол үшін өңір беттегі сөйлем мүшелеріне таңдау үлгісін басшылыққа ал. Сөйлем құрап кететін болсақ, Ержан кеше дүкенге барды ма? Сұраулы сөйлем. Менің көңіл күйім өте тамаша. Лепті сөйлем. Мен бүгін мектепке бардым. Хабарлы сөйлем. 41-ші тапсырма. Шығармашылық үзіліс. Кім келіспейді ойыны? Ойынның шарты. Ойын бастаушы төмендегі сөйлемдерді тақтаға жазып, оны сөйлем мүшесіне талдап беруді талап етеді. Талдауға шыққан баланың пікіріне кім келіспейді деген сұрақ қояды. Келіспегендер өз пікірлерін дәлелдейді. Өз пікіріңнің дұрыстығын дәлелдеп, дұрыс талдаған оқушы ойын бастаушы болады. Көкек өз атын өзі шақырады. Ол таңертең Баянауылға соқты. Талапты ерге нұр жауар.
Атам қамшы ерді, лезде су сарқылды. 42-ші тапсырма. Сөйлем құрамы бойынша алған біліміңді пайдаланып, жағдаяттан шығып көр. Сөйлем мүшелерінің кезекті мәжілісі болды. Алғашқылардың бірі болып бастауыш сөз салды. Келесі кезекте баяндауыш сөйледі. Олардан тұрлаусыз мүшелер де қалыспады. Осы кезде парақ бетіндегі сөздер тыңдаудан жалығып, өз ұсыныстарын айта бастады. Қаратпа сөздер мен есім сөздердің арасында болған диалогты құра. Бұл жерде қаратпа сөздер сөйлем мүшелерінің кезекті мәжілісі болды. Және тағы басқалары. Сабақ сендерге түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қояйық достар. Түсінбеген тапсырмаларыңды комментарияға жазып сұрай берулеріңе болады.